Бүгін нөмірі 52-ші Құлагер балабақшасында мектепке дейінгі топтың заттық кеңістік дамытушы ортасы педагогтың ойынды ұйымдастырудағы рөлі тақырыбында облыстық семинар өтті. Шараны өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының кәсіби даму институты ұйымдастырған. Жиынға кәсіби біліктілігін дамыту үшін 25 педагог қатысты. Оның 13-і қала бақшаларынан, 12-сі ауылдардан келген. Бұл жерде курсқа келген тыңдаушы, яғни педагог өзіне не алады? Ол өзіне тәжірибедегі басқа да педагогтердің, мысалға ауылдық балабақшалардан келген тәрбиешілер қала мектептерімен бірге етене араласып, өздерінің тәжірибесіне қандай тиімді әдіс-тәсілдерді алу керек екендігін, және де қазіргі уақыттағы мектепке дейінгі ұйым педагогының ойын құзыреттілігін дамыту үшін қандай іс-шараларды өткізуге болады екендігін, қай балаға қандай әдіс-тәсілмен бірге жеке қабілетіне байланысты тәсілдерді қолдануға болатындығы туралы, және сонымен бірге қазірде өзіңіз білесіз, қазіргі уақытта ерекше білім беруді қажет ететін балалар өте көп. Сол балаларға қандай амалдар қолданылады, жеке амалдар, сол туралы тәжірибе алмасу мақсатында семинар ұйымдастырылып жатыр. Семинар барысында мамандар әртүрлі тақырып аясында мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық, зияткерлік, әлеуметтік және эмоционалдық дамуын қамтамасыз ететін жағдайлар жүйесі бойынша әдіс-тәсілдер қолдану жолдарын практика жүзінде көрсетіп, іс тәжірибелерімен бөлісті. Шара соңында жиынға қатысушылар ұйымдастырушыларға алғыстарын білдіріп, бірқатар ұсыныстарын айтты.